жақсы айтты. Зейнолла Сәніктің шығармашылық мұрасы туралы күні бүгінге дейін 25 ғылыми жұмыс қорғалған екен. Соның 19-ы магистрлық жұмыс, қалғаны дипломдық жұмыс. Қазірде арамызға келіп отырғандардың арасында магистратурада диссертациялық тақырып алғандар, дипломдық тақырып алғандар бар. Және PhD докторлығында тақырыбы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне берілді. Бұл бағыттағы ғылыми жұмыстар одан сайын жандана береді. Біз сол жандануға бүгін тағы бір мәрте қан құйып жаңғыртып отырмыз. Келесі сөзді осы Зейнолла Сәнік атамыздың шығармашылық мұрасын тереңінен қаузап зерттеп жүрген, әсіресе Баспайдың еңбектеріндегі мал шаруашылығы ғылымы деген дүниені арнайы қарастырып, сондағы терминдер, ұғымдар, мал бағудың өнері деген мәселені ғылыми айналымға қосып, осыны біздің кәдемізге жаратсақ, мал шаруашылығын дамытуға үлкен пайдасы болады деп зерделеп, үлкен жақсы пікірлер айтып жүрген. Осы жақындағы мақалада қазақ этнографиясы бар басқа да еңбектеріне жақсы тоқталып, үлкен мақала жазды. Астанадағы Евразия ұлттық университетінде қызмет атқаратын филология ғылымдарының докторы, профессор, біздің қорымыздың Зейнолла Сәнік мұраларының шын жанашыры Серік Негин бағамен сөзді берейін. Құрметті оқушылар, ұстаздар, шәкірттер, бүгін ерекше күн. Біздің Гүлжахан орданың Зейнолла Сәнік шығармаларындағы көркемдік ізденістер дейтін монографиясының тұсаукесері өтіп отыр. Бұл Зейнолла намаға қосылған үшінші монография болу керек. Біріншісі Жолдасбек Мәмбетов, екінші одан кейін Дүйсенкүл Жақанқызы, үшіншісі міне жаңағы Гүлжаханның жаңағы еңбегі. Зейнолла Сәнік жөнінде бір ғылым қалыптаспауымыз керек, ілім қалыптаспауымыз керек. Міне жаңағы біздің Араб ағамыз осы айтып кетті. Бірінші әңгімелерінің көркемдігі, хикаяттарының көркемдігі, романдарының көркемдігі, тарихи эсселердің көркемдігі, осылай келіп, шын мәнісінде көркемдіксіз ой айтылмайды. Ой көркем айтылса, ол мәңгілік бар. Сондықтан да мынау шында да берер мол, тағылым мол, қалайша қарастыру керек. Тіпті Зейнолла Сәніктің бір шығармасының өзінен, бір әңгімесінің өзінен жаңағы бір монография болады. Орыс тәжірибесінде бар, жаңағы біздің қазақ әдебиеттануы деп қойған жоқ. Сондықтан бұл құтты болсын. Біздің Гүлжахансыз Қазақстанда шара өтпейді. Қызылордада ма, Шымкентте ме, Алматыда ма, Астанада ма, бүкіл жаңағы өзі әрі майлық, әрі сулық. 2003 жылы мынау Жармада, Бұлқылдағы ауылында Әли Шәріптің 100 жылы өтті. Соның бәрінің жаңағы ту бие сойды, Клара Жақыпарқызы, сол ту биені жүріктеп астау басталған осы ұрлармен осы Гүлжахан қазан басында жүрген. Осындай бүкіл шаралар, олар Қызылорда болсын, Мырзабек Дүйсенов па, Бүрсін Базарбаев па, Әбдіхамит Нарымбетов па, бәрінде Тұрсынбек Кәкішев па, бәрінде мынау жаңағы Гүлжахан Алматы ертең барып, Алматыға түсіп, әуежайға түсіп. Тағы бір жаққа баратын болса, қайтадан ұшақ қыдырып кете барады. Өз сондай. Атқа жаңыл, атқа жеңіл, тайға шақ. Құтты болсын. Ал енді Зейнолла Сәнік дегенде, 15 том тұр, 15 том. Одан кейінгі сөз ғұмыр деген керемет хрестоматия, ол Зейнолла Сәніктің шығармаларының айнасы деуіміз керек. Ол хрестоматия, даналық айнасы деуіміз керек. Жаңағы осының өзінде бір 20 шақты кітап бар. Осы бәрі жүрекке, көңілге тию үшін олай парақтайсың. Парақта отырасың. Содан кейін бұлай ойлайсың. Қалай, несімен қадірді? Осы Зейнолла Сәнік шығармашылық несімен қадірді дегенде, қазақтың
5000 жылғы тарихынан мәлімет аласыз. Ол бірінші айтайын, мынау ұлы жібек жолы. Ұлы жібек жолынан бұрын дала жібек жолы деген болған. Дала жібек жолы, одан 1000 жыл бұрын. Сол дала жібек жолы дегеніміз, ол мысалы Қытайдан шыққан жібек, Қарақорымнан былай солтүстік арқылы сол Европаға кеткен. Біздің Ботай мәдениетінің дамуы, Ботайда осыдан 4,5 жыл бұрын Париждегі музейде тұр. Бұл ғажайып бір өркениет. Ол жерде шаһар тұрғызу, өндіріс өркендету, күні дейін архитектурада олдағы кейбір мәністері әлі дейін жұмбақ. Архитектурада, әлем архитектурасы да жұмбақ. Сонда неге олай өркендеді дегенде, анау Зейнолла Сәр айтқанда, анау жаңағы Қытайдан шыққан бүкіл сауда жолы, сол Қарақорым арқылы, Сібір арқылы, анау жақта, анау солтүстік жақта. Міне. Одан кейін ұлы жібек жолы. Мысалы жаңағы мынау Зейнолла аталарының 11 томның 20 бетінде айтады, оң жақтан үнді парсы араб келген, сол жақтан шүршіт моңғол қалмақ келген, батыстан Балқан елі қатынасса, шығыстан Қытайға шығар шайы келген. Осындай ел аузындағы сөз, өзі бір 10 шақты шумақ өзі. Міне, көрдіңіз бе? Міне біздің соның 5000 жылғы тарихымыздан жаңағы сыр шертеді. Екінші, мынау біздің заманымыздан бұрынғы 10 жыл бұрын сағана жыры болған. Сол сағана жыр ғылыми айналымға түсірген тағы Зейнолла Сәр. Екінші, мынау Абылай ханның Қытай билеушісіне жазған хаты бар. Ол Зейнолла Сәр түсінбейді. Сонда Абылай хан айтқан, мынау жаңағы Тарбағатай мен Ташкент менің жерім. Жерімді босатыңдар дейді. Сонда оны Қожаберген батыр айтқан. Ана жақта жүргенде, талқыда жүргенде, жаңағы Абылай хан, Төле би, Қаздаусы Қазыбек би, Олжабай батыр, Баян батыр бәрі жүрген кезде жаңағы айтқан біздің жеріміз, біздің жеріміз босатып берді деген. Міне сөйтсек жаңағы Ташкент біздің жеріміз дегенде есептеді. Жаңағы Ақтайлақ бидің осында кабинеті бар ғой. Ақтайлақ бидің бабасы Құлдауысты Құттыбай, Мардауысты Нарбай Ташкент би деген. Төле би 6 жыл билеген Ташкентті. Сонда Абылай ханның осы Тарбағатай Ташкент жер босаттар дегені жаңағы Қытай басқыншыларына қандай осыны Зейнолла Сәр жаңағы ғылыми айналымға отыр. Үшінші жаңағы мынау әлемдік тарихта, адамзат тарихындағы ең бір ұлы тарихшы Геродот. Геродоттың тарих деген кітабы біздің сақтың тарихы, сақтың тарихы. Бізге тайқазан мәселесі. Тайқазанның қалай құйылуы, тайқазанның жаңағы ішіне 600 шелек жаңағы су сиятындығы. Сонда сол заманда бір патша сақтың жауынгерлерін сан есептейді. Ол үшін сақ жауынгерлердің садақтарының жебесінің ұшын жинап, осы қазақ өйткеген. Ол тайқазан. Осындай керемет мәліметтер сонда Геродоттың тарихында кейбір оқиғалы сюжеттері қазақтың бұрынғы осыдан 50-60 жыл біздің әжелеріміз, аталарымыз жырлаған. Мына қойшаға салғанның шешесі соны жырлаған екен. Сөйтсе Геродот. Содан Геродоттың Стравонның географиясы, Стравонның географиясы бүкіл қазақ даласының бүкіл географиясы бар онда. Одан кейін Марко Поло. Марко Полоны Византиядан шығып, жаңағы Берке ханның ордасына тоқтап, Берке хан бірінші қазақ алтын орда астанасы, Россияның жерінде. Содан кейін келіп, әрмен қарай жаңағы Құбылайдың қасында жүріп, 17 жыл Құбылайдың уәзірі болып, Марко Полонікі шындық ақиқат. Соңған сүйені бұл. Одан бері бүкіл жаңағы Қорқыт ата дейсіз ба, Оғыз қаған дейсіз ба, Яссауи дейсіз ба, Баласағар дейсіз ба, Қашқар дейсіз ба, осының бәрі ойына сіңіріп, өзінің ой тұжырымдарын берген. Одан кейін жаңағы біздің тіліміз, қазақтың тілі
ол тілі. Мысалы айтайық, біз түсіндіре алмай жүрміз, күні бүгінге дейін қазақ тілінің тарихи сөздік жоқ. Мысалы қараңыздар, біздің заманымызға дейінгі сөздер бар. Біздің заманымызға дейін баһадүр, жасақ, жаңағы тархан, ол рим тілдеріне кіріп кеткен. Сонда мына жаңағы кімдегі мынау құяшежі моңғолдықпен білесіздер, қыз өсірсек әдемі, ұмытпаймыз кәдемі. Қара бура жүргізіп, қазақ арбаға мінгізіп, сый етеміз күйме қазақ арба. Кешегі Қолдыраш-Батыраштың күміс күймесі 1920 жылдарда келген. Ұзататынды сол күйме отырған. Бұл күйме. Бұрынғы сал-серілер күймемен жүрген. Сонда моңғолдың құя жересінде қазақ арба. Қазақ деген сөз Қытайдың тілінде жүр, қазақ деген. Қытайдың деректерде жүр. Сонда бүкіл жаңағы Сүйел Сәміттің өзінде былай қарағасан Қытай тақырыбының өзі бір монография жүр. Қытай тақырыбы. Конфуцийдің өзі бір монография жүр. Бұл не деген энциклопедия білім. Бүкіл Қытайшада жүйрік, арабшаға да жүйрік, бүкіл дүниенің ғылымын жаңа біліп отырған. Ол бүкіл ғылымды жаңа. Мысалы, әдебиет теориясы, жаңағы өлең құрылысы, осының бәрі бұл шығармаларды оқыды. Сосын сөздердің жаңағы этимологиясы, естілетін лингвистикалық көзқарас ерекше. Әсіресе бүкіл қай шығарма салып қалсаңыздар, романдар арасында қазақтың жаңағы әрбір киелі сөз ұғымдарының тарихын айтуы. Мәселен, мына Гүлжахан мына жерде қара деген келді, қара. Мысалы қараңыз, Гүлжахан мына жерде мен қуанып отырмын. Мына қараңыз. Қара шаңырақ этнография байланысты. Қара өлең, қара сөз, қара қалың, қара қазан, қара боран, қара албасты, қара көк, қара нөпір, қара ормандай, қара жорға, қара орын, қара өткел деп ота кейде бар. Сонда Сүйел Сәміттің шығармаларында осыны біздің ұмытылып қалған сөздердің тарихы. Мәселен, бабаның басы бұрама деген. Не дейді мағына мен? Түсіндіріп береді бабаның басы. Осындай жаңағы неше түрлі бұрын халық тілінде бар. Соңғы біз 30 жылда көркем әдебиетті оқымайтын болдық қой ішінде. Сендер оқисыңдар, мен білем, Шәкәрім университетінің студенттері оқиды, былтыр көрген, Баян университетінде көрдік. Сонда көркем әдебиетті оқымағаннан кейін біз Сәйітханов қалайша сөйледі, Мүсірепов қалайша сөйледі. Жаңағы кім десін? Ол сөзді көп ұмытылды қазір ұмытылды. Олар мысалы Аққан жұлдыздың тілі, жаңағы өмір мектебі, жаңағы ботагөз, осының бәрі ұмытылды. Қазір оқылмағаннан кейін сөйлемейді, айтылмайды, қолданылмайды. Енді біз білімді қайдан аламыз? Ауыл жоқ, бәрі қалаға шоғырланды, білімді қайдан аламыз? Сонда мынау жаңағы біздің Жарқын деген Абай мектебінде сабақ береді. Жаңағы түнде айтты, түнде қызықтық, сонда айтады, өзінің балаларына сөзді қолдану. Мына Сүйел Сәміттің қандай керемет тәмсілдер бар. Тәмсілдер. Бұл ғажайып қой тәмсілдер. Мысалда. Анау сонда қарасаңыз, анау Грузияның Сұлтан Сабасы бар. Ғибратнама деген. Шығармасы 1967 жылы Мұзафар ғибратнамасы бар. Әлішер Науайдың ғибратнамасы бар. Қорқыт Атаның ғибратнамасы, Яссауидің ғибратнамасы, Абайдың ғибратнамасы, ғақия бар. Мына кісінің ішінде бүкіл толған ғибрат, толған тағлимат, адам болу керек. Мына тағдырыңды, жолыңды қалай дұрыстау керек, қалай жақсы өмір сүру керек, осының бәрі тоқталады. Сондықтан мына Сүйел Сәміттің шығармашылық мұрасы деген ол біздің көшбастаушымыз. Бұл жай ғана сөз емес. Бұл жаңағы, бұнда концепция бар. Онда идея бар. Онда ел болу, адам болу мәселесі бар. Бұнда стратегиялық ойлау бар. Лидерлік қасиет бар. Патриоттық идея бар. Мәселе сонда. Сонда бүкіл бәрі осы стратегиялық ойлау бар. Мемлекет, мысалы мемлекет бұл стратег болу керек. Біздің кешегі сайланған депутаттарымыз стратег болу керек. Кешегі сайланған депутаттарымыз лидер болу керек. Кешегі сайланған депутаттарымыз патриот болу керек. Ол үшін болмаса, ол біздің
мемлекетіміз көркейді. Аны көркею үшін осы оқыңыз, баспайды оқыңыз, баспай роман оқыңыз. Қандай керемет, баспай роман. Я болса қазақ литературасы оқыңыз. Ішінде тұнып тұр. Мен ана ішінде жүйрік тұсын деген бар, бұл жүйрік тұсыны біз бала кездесейміз, ой бізге елдің төңіректе өңірде бір жүйбақ болып та анау қарға батпайды екен, ақ көріп жүрді. Мына Жеңіл айтты, жүйріктің өкшесі жерге тимейді, табаны жер сызбайды, қалқып жүрді. Не, дағы жүрді. Көрдіңіз, қандай керек. Сондықтан құтты болсын дейміз. Зейнолла Сәлімовтің шығармашылығы біздің жастарымыздың көркеюіне, рухани жетілуіне үлес қосады. Оқыңыздар, Зейнолла Сәлімов. Рахмет.